Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қызға 40 үйден тыю туралы айтатын боламыз. Арнамызды қолдап пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Ерте заманнан ата-бабаларымыз сұлулықтың көркем үлгісін ару қыздың тал бойынан көруді көксеген. Гүлге тән нәзіктік пен батырға тән батылдық бір бойына жарасқан қазақтың қыздарына тәнті болған жазушылар оларды шығармасына арқау етсе, ақындарымыз инабаттылығы мен нәзіктігін әнге қосып, өлең өрнектермен көмкерген. Қыз өріс, ұл қоныс деп білгендіктен қазақ халқы өрісін кеңейтер қыз балаға айрықша көңіл бөлген. Қыз мінезді келсін, ұл өнерлі келсін дей отырып, қызға 40 үйден тыйым жасайды. 40 үйден тыюға келесі тыйымдар жатады. Бірінші жарыса сөйлеуге, екінші жалғыз қыдыруға, үшінші жыртақтап күліп сыпсыңдап сөйлеуге, төртінші орынсыз ұрынуға, бесінші басқаларға қол тигізуге, алтыншы өтірік өсекке, жетінші суық жүріс сумаңқылыққа, сегізінші кісіге қарай керіліп есінеуге, тоғызыншы талтайып отыруға, 10-шы шалқайып жатуға, 11-інші тамақты обырлана асауға, 12-інші ұрлық қарлыққа, 13-інші ятты мүшелерін ашып жүруге, 14-інші бұраңдап қылымсуға, 15-інші қызыл іңірде жатуға, 16-інші түске дейін ұйықтауға, 17-інші кісі алдында киім ауыстыруға, 18-інші салт дәстүрден аттауға, 19-інші елді ғайбаттауға, 20-шы үлкендердің жолын кесіп атын атауға, 21-шы ішімдік ішу пен шылым шегуге, 22-шы ұрыс керіске, 23-шы беттен алып бет жыртысуға, 24-шы қараулыққа, сырапқа, 25-шы рахымсыздық пен қатыгездікке, 26-шы түнде суға жалғыз баруға, 27-шы жат жыныстылармен араласып жатуға, 28-інші күйеуге қашып тиюге, 29-інші әдепсіз сөзге, 30-шы тарс-тұрс етуге, 31-інші адам мен жануарларды тебуге, 32-інші кісіні қорлап жәбірлеуге, 33-інші тәкаппарлық пен сайқымазақ жасауға, 34-інші айқай сүрінге, 35-інші шектен тыс сыланып жасануға, 36-шы қызған шақтық пен күншілдікке, 37-інші менмендік пен өзімшілдікке, 38-інші алда барбауға, 39-шы көрсе қызарлыққа, 40-шы нәпсі құмарлыққа тыйым.